Ассалаумағалейкум, Ғылымстан тележобасының көрермендері. Бүгін осы тамақ өнеркәсібіне қатысты үлкен бір актуалды мәселені қозғағалы отырмыз. Талай естіген боларсыз. Осы фастфуд орталықтарда, асханаларда бір пайдаланылған майды бірнеше рет қолданады дегенді. Бұл адамның денсаулығына үлкен зауал алып келеді. Бұл бір проблема. Мұнан бөлек сол пайдаланылған майды сол асханалар, ресторандар канализация жүйесіне төгіп жатады. Ал үлкен зауыттар жерге құя салады. Бұл экологиялық та үлкен зауалдарға, проблемаларға алып келуі мүмкін. Бүгін студияда осы мәселенің шешімін тапқан ғалыммен сұхбат құрамыз. Жұлдыз ханым, қош келдіңіз. Осы майды қайта өңдеу технологиясы, актуалдылығы неде сіздердің қолға алған жобаңыздың? Бұл мәселе бойынша бір жыл бұрын кәсіпкер Сүлейменов Алмас ғылым қорына барған, сосын көмек сұраған. Осы ойды бастап жүзеге асыра алмаған. Жаңа технология қажет болды. Ғылыми жаңалықтар оған қажет болды. Ол еш жерден таба алмады. Сосын біз былтырдан бастап бірге жұмыс істей бастадық. Сонымен зерттеп қарасақ, шынымен де бір үлкен мәселе екен. Соның үшін бірнеше жерден қоғамдық тамақтанудан қалған пайдаланылған майларды алып, оны зерттеп, оның құрамын, оның қауіпсіздігін, сонымен жаңа екі технология бойынша біз екі жаңашыл өнім шығардық. Ол қандай технологиялар? Терең өңдеу. Терең өңдеу, мысалы үшін азықтық майлар үшін оның бір экологиялық қауіпсіз технология, техникалық мақсатта пайдалану үшін ол жерде және физика-химиялық әдістер қолданылды. Тарқатып айтып беріңізші, техникалық май дегенде ол неге қолданылады болашақта? Техникалық май деген кезінде, мысалы үшін біз пайдаланған майдың оның қышқылдық санын, оның тотығу санын және басқа да маңызды көрсеткіштерін анықтап, тамаққа емес, техникалық мақсатқа пайдалану үшін өте бір бағалы өнім болып есептеледі. Мысалы десек, ол сабын өндіру үшін, сосын осы құрылыстағы ажырату, жағылу май ретінде қолданылады. Сосын қазір дүние жүзінде өте маңызды және актуалды болып отырған ол биоотын. Біздің Қазақстанда ол әлі қолға алынған жоқ. Яғни пайдаланылған майды терең өңдеп, биоотынға айналдыруға болады. Иә. Ол деген сөз бізде экологиялық қауіпсіздік отын болып келеді. Жұлдыз ханым, терең өңдеуден өткен майды қайтадан тамақ өнеркәсібінде қолдануға болады деп қалдыңыз. Ол қалай сонда? Канцерогені көп болмай ма, адамға денсаулығы зияны болмай ма? Сіз дұрыс түсінген жоқсыз. Тамаққа қолдануға емес, мен азықтық малдарға қолдануға дедім. Оны мысалы үшін құстар күніне 5 грамм май қолдану керек. Тұтыну керек, иә. Мысалы үшін біздің Қазақстанда шамамен 65-тей құс фабрикалары бар. Соның үшін біз шығарылып отырған өнімнің өзі де біздің Қазақстанға жеткіліксіз болады. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге мың рахмет, сәттілік.